10 жасар баласына аса қызбен қосылуға рұқсат бермей қойған. Бермейсің ба рұқсат? Таза заңға қайшы әрекет. Беріп тұру керек қой. Иә. Бұны бергізетін қыламын мен қазір. Бар берме. Такси. Қойла такси қоя тұр. Қатындай. Қойшы жұмысты қоя тұр. Балам бесіктен шығар ана, балам бесіктен шығар. Неге шығарам деген есе, ол бала саған рұқсатын берді ма? Барым, босат мен барам қазір, бармайсыз ба? Давай. Ал, құрметті достар, Азабро каналының оқырмандары, бүгін біз 7 вирус каналының епте алмайды атты түсірілімін түсірудеміз. Мына, барса қайларыңыз. Азекеу. Епте алмайды деген жаңа проект түсіріп жатырмыз біз. Көріңіздер. 7 вирус деген каналға салып жатыр. Бәрін өте керемет жолда. Ерсаға бізде кім болатын сол кезде көресіздер. Ол жерде менің де рөлім бар. Я рахмет Айпері. Я достар, сіздер өздеріңіз білетіндей, мына районда кеше ғана бокстардың ізі де жоқ еді. Ал бүгін Беремір қолма? Бәлі. Андай қызаш? Айпері, мен оқиға орындамын деп осыреттіш. Қолына бере салай ба деймін. Ой, бәлі. Қолына бере сол. Айпері, мен сені тыңдап тұрмын. Орындамын. Жалпы кеше ғана мына районда Мен тастай салайын ба? Мүлдем мусор жоқ еді. Ал қазір болса мусор толып тұр. Бұл не себептен? Жәшік қоқыс жәшіктерінің аздығынан ба немесе бұл жерде Аяқ жағында күш пайда болғаны ма? Немесе қоқысты кеп қалады бәрі кетеді ма? Біз оны осы жердегі адамдан сұрап көрсек болады. Бірақ бұл секада кім болуы мүмкін? Міне. Зато біз тойып тамақтанып аламыз. О, кефир, рахмет бауыр. О, бауырым, рахмет. Сонымен біздің осы жердегі жаңалығымыз аяқталды. Айпері, келесі сөз өзіңде. Сен әлі отсың ба? Бар, кет дедім ғой мен саған. Адам есі дұрыс адам комбайнмен қыз ашып қаша ма? Қыз алып қаша ма? Есі дұрыс. Бар, кетті. Келесі жол трактормен ақбаш. Молдамыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Кел, отыр. Мен кеше жауып кетті. Кеше жауып кетті? Есі дұрыс ба? Не абыр жүрсің? Жоқ, есі дұрыс ба оның? Есі дұрыс адам еркек тұра ма? Аға, сіз тұрмайтын жа? Қача ұрат қыздар. Жоқ, аға, сіз мен түсінбедіңіз. Ол мен жұдырықпен ұрды. Жұдырықпен ұрады сен төленбедің? Жоқ, итпедің? Осы адамдарға таңғаламай қазір. Қолдар десек, жануар тұрады. Қарасаң бір кішкентай балалар тұрады. Сол әркімді ұратындардың нақты бір қатындар жоқ ау дейме? Так, шаруам түсінікті. Заявленің жазда бара бер. Тірлігің шешілгенесі қабылдады. Сонда бар, шешіп бермейсің. Бастық атамаш, сенен басқа делар да фигам наяқтар бар, сен сияқтар тола шағымын жазда кетші бар. Тетің болған кезде хабарласың. Бауырым, әңгіме жоқ, қайғылы жағдай. Бірақ бірден айтайын, төмен жақтың мәселесін мен шешпеймін, оны урологқа барасың. Болмаса, мен саған бір-екі видео жіберіп кешке. WhatsApp нөмірін хабарласам давай. Өткенде белгілі ән шешті. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сен не қылып бердің? Сен тірлігің бітсе өзім хабарласам деп айттың ба? Баршы бар. Жоқ, аға, ол емес. Енді не? Қошым, кешетінде кетіп бара жатқанда қараңыздар. Сөйтіп? Алдына 3 жігіт шығады да. Қаша, егіттен салды. Сосын? Екеуі де жоқ дедім. Молодец. Сөйттіңдер, үшеуі сен жабылып, аузы мұрныңды қарап ұрып тастады. Соған келіп заявление жазып, тауып бер деп келіп тұрсың. Жоқ, олай емес. Енді не? Олар жақсы жігіттер екен. Ақша жоқ деген жібере салды. Енді маған не үшін келіп тұрсың? Жоқ, соны сізге айтайын деген бұл басқа. Айтатын ешкім жоқ. Сен мен мына жерде ойнап отыр дейсің ба? Аға, оқып қалдыңыз. Гравитация жазып алсын өзі. Түк пайдаң жоқ па деген, кетші бар. Нахрен бе, дейді оған бәрін мұсырға тастай берсең ғой.
Құны бар, қайдан жоқ. Кет, көзіме көрмеші екінші. Ерік болды деймін адам. Досым сияқты болып қалдым да. Ермекке болып досым сияқты деген не әңгіме? Кет бар көзіме көрмеймін. Қазір бар ғой, 20 болса изоляторға қамап тастаймын, сосын жатасың маған. Кетші бар көзіме көрмеймін. Бұл мұрнымнан шашырым. Айбек бассы. Алдында тұрамыз да бұл жол? Қайсың орай? Айбек келеді кезің де мен. Вайлы сен тұра беріп Жоқ. Адам мазалай бермеңдеші бұл де. Адам өз үй қысқанбай бәрі звондап тұрғыза берді, қатында мейт жетті. Бұл де табай мазамдамай енді. Мен такси ма? Ваке, ассалаумалейкум. Уалейкум, қалай Айбеке? Ваке, анау үйде мазам болмай шықты. Жолда келеді, анау радиодан көрдім. Соңғы заңдарды естідіңіз ба? Естідім, ой. Балаңды бесікке бөлесең, сотталып кетесің дей ма бір жаңа дейді ғой? Ой, оны қоя берші, балам бесікке бөлігі. Анау балаңыз кестірсеңіз, сотталасың дейді, сондай заң шығады. Осынау биіктегілерді айтам да, солар мұсылман емес сияқтылы негізі бақ, Нормально ойнап келеді. Адам бірдеңе күтіп сосын соны айтам деп тұр. Дәл шағастырайын да бүйтіп. Давай, сөйтейікші, Давай, мен айтамын ғой, сен соны сөзіңе пасқашы. Сен жағақ нестің деген айтып. Ұшқан жоқ қой, дәрі Шықпан ма? Дай, тұр, бүйтіп бар, бір қараса. Сыға түсті да. Қасатып отыр. Әкімшіліктер тасы. Бетек сайтатын. Мен бастайым ғой? Заң туралы төлемей қойшы. Деген тұр. Сен ойнап жүру керек? Өкімет қолын тұрасы ғой. Осыдан бар өкіметтің балдарына жүргендерді. Көрсіз лазым. Сен ауға телесің ғой? Не деп қателесің? Менен кейін, мен ұқсатып беске бөлуден кейін сразу сүндетеміз. Тәрбие қош, балаңа тәрбие бер, орыстан сотталып кетесің дейді. Не бәле масқара деймін, содан кейін барып сен. Иә, ештеңе емес. Олыңа тәрбиелен бұрсаң, сотталып кетесің дейді. Әсі Қойш, масқара не? ойнаса білсен тәрбие. Болды, мазаламыңды ше. Ассалаумалейкум ағай. Уалейкум ассалам. Бәке, үйде қатын мазаны алып, одан да машинамен келіп жатсам, радиодан көрдім. Соңғы заңда жаңа естідіңіз ба? Шет жағасын естідім оң әбеге. Басын балаңды бесікке бөлесең, рұқсат сұрап бөлейсің дей ма бірдеңе дейді ғой? Ой, бесікті қоя тұршы, анау балаңды бір тәрбиелеймін деп шамал дауыс көтерсең соттататын болды өкес. Қойш? Неулеп білеу күт ма әке? Ол ма анау? Бәке, сен өз қатының болмаса, Ол да бар ә? бірақ ол қатынды қоя берші, осы Америкаға еліктейміз ба деп, қазақтығымыздан айырып қалам ба деп қорқам. Қатын онысында үйде мейді. Қылмыскер, ұсталдың ба? Ұстаңыз бар. Қылмыскер не білесің ба? Ұстасай! Заң бұзушылық тұрған. Бұл қылмыс істеген ғой білесің ба? Не істеген бұлар? Жібер! Кеңдама. Өзінің 10 жасар ұлына. Ей, кеңдама! 10 жасар баласына, 8 емес, 10 жасар баласына. Аса қызбен қосуға рұқсат бермей қойған. Бермейсің ба рұқсат? Тазда заңға қайшы әрекет. Беріп тұру керек қой. Иә? Бұл бергізет қылам мен қазір. Бәрі берген. Такси! Қойда таксиін қоя тұр. Қатындар! Қойшы жұмысты қоя тұр. Балам бесіктен шығар ана, балам бесіктен шығар. Неменеге шығарам деген есе, ол бала саған рұқсатын берді ма? Бар, босат мен барам қазір, бармыз ба? Давай. Сәлем құрметті көрермендер. Егер осындай қызықты скетчком көргіңіз келсе, мен описанияға ссылкасын қалдырып кетемін. Көріп тамашалап лайк және комментарий қалдырып кетіңіздер.